Бәріңізге сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса көп созбайық, біз бастаймыз. Челсидің басшыларының ауысуы бүгін аяқталады. Лондондықтар кеше клубты Тодду Бойл және Clearly Capital консорциумына сату туралы нақты келісімге қол жеткізгендігін хабарлады. Бұған дейін ресейлік миллиардер Роман Абрамович Челсиді 4 миллиард фунтқа сататынын хабарлаған болатын. Ал көктердің жаңа иелері команданы күшейтуді бастап кетті. Олар Неймардан бөлек Усман Дембелені командаға қоспақшы. Челси француз жартылай қорғаушысымен келісімге келетіндігіне сенімді. Дембеленің Барсамен қазіргі келісімшарты осы жазда аяқталып, ойыншы еркін агент статусын алатын болады. Бұдан бөлек француз ПСЖ-мен келіссөздер жүргізген. Бірақ париждіктердің жаңа спорт директоры Луиш Кампуш бұл келісімге қарсы шығып, ПСЖ французды өз қатарларына қоспайтын болды. Ал Маркус Алонсо болса бір ай бұрын Барсамен келісімге келіп қойған. Ойыншының өзі Испанияға қайтып оралғысы келіп жүрген. Челси Алонсоны жіберуге дайын, бірақ сонда да лондондықтар испандық үшін көп ақша сұрай алмайды. Ойыншының Челсимен келісім шарты келесі жылы аяқталады. Сондықтан Барсаға ойыншы үшін көп ақша ұсынудың қажеті жоқ. Нголо Канте қазір Челсидің негізгі ойыншыларының бірі, бірақ осы жазда лондондықтар өз хавбегінен айырылуы мүмкін. Француздың көктермен келісім шарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. Сондықтан Челси келесі жылы ойыншыны еркін агент статусымен жібермеу үшін Кантені осы жазда сатуға дайын. Жартылай қорғаушыға ПСЖ мен Барселона қызығушылық танытып отыр. Париждіктер Кантеге қазірмен салыстырғанда өте жоғарғы жалақы ұсынып отыр. Ал Тухел болса ойыншыны жібергісі келмейді. Адама Трауре Барсада жақсы өнер көрсеткеніне қарамастан, каталондықтар ойыншыны Вулверхэмптоннан 30 миллион еуроға сатып алудан бас тартты. Енді испандық қасқырлар сапына қайта оралады. Бірақ ойыншының топ клубтардың бірінде өнер көрсетуге мүмкіндігі бар. Журналист Никола Скираның хабарлауынша Траурені Тоттенхэм сатып алғысы келіп отыр. Шпорлардың бас бапкері Антонио Конте испандықты оң қапталдағы вингер ретінде қолданғысы келеді. Тоттенхэм Траурені қыста сатып алғысы келген, бірақ ойыншы Барсаны таңдады. Қазір Адама қасқырлар сапында қалғысы келмейді. Жазғы трансферлік терезеде Ливерпуль демалуды ойлап отырған жоқ. Қызылдар Барсадан 17 жастағы Гавиді сатып алғысы келіп отыр. Бұдан бөлек Sport ES басылымның хабарлауынша Ливерпуль Усман Дембеленің агентімен байланысқа шықты. Қызылдар французды қай клубқа баруды ойластырып жатқандығын білгісі келеді. Алдын айтқандай Ливерпульдан бөлек ойыншыға лондондық Челсиде қызығушылық танытып отыр. Гавиге келер болсақ, Ливерпуль ойыншы үшін 50 миллион еуро ұсынып отыр. Ойыншының өзі Блаугранда сапында қалғысы келеді. Бірақ жалақының көбейгендігін қалайды. Барса болса ойыншыға жаңа келісімшарт ұсынуға асығып отырған жоқ. Бенземаны алтын добымен құттықтай берсек болады. Оның алдағы әлем чемпионатында қалай өнер көрсететіндігі маңызды емес. Чемпиондар лигасының финалынан кейін жылдың үздік ойыншысы француз болатындығы анық. El Chiringuito TV басылымның хабарлауынша UEFA президенті Чеферин Переске алтын допты Бенземе алатындығын хабарлап қойған. Ал Левандовски болса тағы да алтын доптан құр қалды. Садио Мане Ливерпульдан кетуге жақын. Егер Ливерпуль чемпиондар лигасын жеңіп алғанда, Сенегалдық ойын өзгертуі мүмкін еді. Бірақ ол командадан кетуге шешім қабылдады. Фабрицо Романо мырзаның айтуынша, жақын күндері Ливерпуль Маненің кететіндігін ресми түрде хабарлайды. Ас басылымның хабарлауынша, Реалдан жеңілістен кейін Мане Ливерпуль ойыншылармен қоштасты. Манеге басты үміткерлер Бавария және ПСЖ. Маненің клубтан кету себебі финалдағы жеңіліс емес, Ливерпульдегі жалақысы. Сенегалдықтың скаузерлер сапындағы қазіргі жалақысы 12 миллион евроны құрайды. Бавария мен ПСЖ Ливерпульге қарағанда көбірек беруге дайын. Бавария спорт директоры Маненің агентімен бұған дейін кездесу өткізген. Мюнхендіктер ойыншыны Левандовскінің орнына сатып алғысы келеді. Баварияға Мане үшін 50 миллион евро төлеуге тура келеді.
Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментке қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.